Армысыздар, қадірменді қауым. Ел жұрт амансыздар ма? Бүгінгі бейнеде менің жолдамым келіп отқаны бұл экономикамызды ұлттандыру заңын енгізуді сұраймын. Бірінші ретте бұл президент мырзаға және үкімет басшыларына және сенат, парламент мүшелеріне жолдаймын десе де болады. Экономиканы ұлттандыру, немесе орысшаға аударғанда национализация экономики, бұл термин жағындай түсіндіре кетсем, қысқаша шолып, бүкіл мысалға біздің Қазақстанның қазба байлықтарын шығарылып жатқан, соның бәрі жаңағындай осы бизнес Қазақстандағы 70-80% шетелдік компаниялардың үлесінде. Оны өздеріңіз ғаламтордан іздеп тапсаңыз болады. Сол жерден таба аласыз деп ойлаймын. Және де мына импортталатын тауарлар, қазір өзіңіз білесіз, доллар қымбаттап жатыр. Жаңағындай соғыстың Украина мен Россия соғысып жатыр ғой, содан доллар да қымбаттап жатыр. Біздің ең жаңағындай импортер осы Россия. Содан біз 60%-ға дейін жаңағындай импорт сол жақтан келеді, Ресей жақтан. Содан осы қазіргі жағдайдағы оқшауланып жатыр. Ресейдің аумағы, өздеріңіз білесіздер, санкциялар енгізіліп жатыр Ресейге. Компаниялар шетелде келісім шарттарын бұзып, ресейлік компаниялармен жаңағындай, және де шетелдік компаниялар Ресейден кетіп жатыр. Сол себепті жаңағындай осы дефолтқа апарады деп ғалымдар пайымдап отыр. Және бұл не үшін мен біздің экономикамыздың жаңағындай ұлттандыру саясатын немесе ұлттандыру заңын енгізсін деп отқаным, бұл біздің экономикамыздың қауіпсіздігін ойлай отырып осы шешімге келдім. Өйткені бұл қазір мына Ресей аумағы оқшауланып жатыр, және бүкіл шетелдік, бүкіл әлем бойынша мына Ресей сауда саттық жасай алмайды. Осы санкциялар жаңағындай болып жатқаннан кейін. Бұл себепті Ресей енді басқа нарықтарды іздейді. Ол бірінші ретте осы Қазақстан нарығы көздейді. Енді өздеріңіз жаңағындай жұмыста байқайтын шығарсыздар, көп нәрсені мысалы Ресейден келіп жатыр бізге, техника болсын, жаңағындай халыққа керек нәрселер, тамаққа дейін бәрі Ресейден тасымалданады. Біздің жаңағындай көп келісім шарттармен біз байланысты болғаннан кейін, біздің негізгі импортер болғандықтан, біздің жаңағындай стратегиялық партнеріміз болғаннан кейін, осы менің ойымша ресейлік бизнес Қазақстанға жаңағындай
шабуыл жасайды деп отқан жоқпын, бірақ ресейлік бизнес осы Қазақстан нарығына баса жетіп келеді деп ойлаймын. Өйткені ол енді айдан анық оның бәрі. Өйткені қазірдің өзінде де ресейлік бизнес Қазақстанның жаңағы нарығында өте басым. Және онымен қатарлас Қытай бизнесі де Қазақстанда жаңағындай нарығында өте басым. Сол себепті осы біз экономикамыз жаңағындай мына басқа жаңағындай шет елден келіп отқан бизнеске қарсы біз жаңағындай тосқауыл болу керекпіз. Өйткені біздің ұлттық кәсіпкерлердің мысалға қалай десе болады, саны жағынан аз. Өзіңіз енді Ресейдің аумағын қандай дәу екенін білесіз ғой, Қытайдың аумағы қандай дәу екенін білесіз. Қаншама ресейлік кәсіпкерлер жаңағындай немесе қытайлық кәсіпкерлер көп келіп жатыр мысалы. Сол себепті экономиканы ұлттандыру заңы бұны шешеді деп ойлаймын, бұл проблеманы. Өйткені біздің қазіргі мына немесе Қазақстан кәсіпкерлерінің конкурент болуы екіталай деп ойлаймын. Егерде ертең шұғыл түрде ресейлік жаңағындай бизнесмендер, кәсіпкерлер осы біздің нарыққа келсе, қазірде келіп жатыр. Ал егерде қазіргі мына санкциялар енгізіліп жатыр ғой, енді ертең жаңағындай Ресейдің белін буып жаңағындай оқшаулай берсе, қысып жан-жағынан, және мен енді Украинадағыдай болады деп отқан жоқпын, Құдай сақтасын. Бірақ Қазақстанға да тиіп кетуі мүмкін де, сол экономикалық экспансия болу мүмкін деп ойлаймын мен. Сол себепті экономиканы ұлттандыру, бұл өзіміздің мына қазба байлықтарымыз болсын, өзіміздің зауыт, фабрикалар болсын, бәрін өзіміздің мына шетелдік жеке меншікті емес, өзіміздің халық пайдасына, мемлекеттік жаңағындай өндіріс орындарын ашуға соған мүмкіндік береді. Өйткені өзіміздің шикізатты өзіміз өндіріп, жаңағындай заводтар болсын, жаңағындай промышленный цехтар болсын, фабрикалар болсын, өзіміздің мысалға көлігіміз шығарамыз, өзіміздің ұшағымыз жасаймыз, ғарыш кемелерін жасаймыз, мына киімімізді тігетін жаңағындай, немесе халыққа керек жаңағындай тамақ ішетін көкөніс болсын, несі болсын, өзіміз өндіріп, қант болсын, не болсын, жаңағындай халыққа керек нәрселер, маңызды нәрселердің бәрін өзіміз істей аламыз да. Сол осы заң егерде енгізілсе, шет елден тасымаймыз, өзімізді өндіріп, өзіміздің жаңағындай игілікке жұмсаймыз. Егерде мына қазіргі санкциялар тек қана Ресейге ғана қатысты емес, кейбір мына кәсіпкерлер қазір жаңалықтардан айтып отыр, кейбір Қазақстан компанияларға кесір тиіп кетіп жатыр дейді, мысалға. Енді білмеймін не үшін, бірақ бізге де жаңағындай әсер етіп жатыр дейді бәрі. Сол себепті қазір бізге әзірше ашық әлемдік нарық. Сондықтан бізге ол
менің ойымша қатты әсер етіп жатқан жоқ, бірақ та өзіңіз білесіздер, мынау доллар өсіп жатыр, жаңағыдай барлық мына тамақ болсын, жаңағыдай көкөніс, жеміс жидек бәрі бағалар өсіп жатыр. Көп нәрсенің бағалары өсіп жатыр мысалға. Соның бәрін мына көлік болсын, техника болсын, олардың да бағалары өсіп жатыр. Сондықтан сол себепті айтып отқаным осы, мына заң енсе күшіне, біздің өзіміздің мына шикізат, қазба байлықтардан шығатын өзіміз өндіріп, өзіміздің керек жарағымызды жұмсай аламыз деп ойлаймын да. Және де болашақта қор жинап құтқару жолы деп ойлаймын осы экономикамыздың. Сол жағын егер де қарастырсаңыздар, осы үкімет басшылары егер қолдаса, мен ойлаймын, бұл игі іс болады деп. Сондықтан қолдауларыңыз сұраймын.